Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, сіздермен сау ағза арнасы. Бүгін сары майдың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастыратын жандар неден құр қалады? Сары май жылу мен күш-қуат сыйлайды. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары, 100 граммда 730 калорий бар. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутербродты өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес. Сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Дәрумендерге бай сары майдағы А, Д және Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айтсақ, Ә дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерін ішінен майлап, жөтелді емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Көңіл күй. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Ми жұмысы. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдың толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл мен ой өріске зияны тигізу мүмкін. Холестерин. Холестерин ұғымының бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз, бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Кейінгі жылдары сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың біз білмейтін пайдасы өте көп екен. Бұл туралы тұрғындарды дұрыс тамақтануға үндеп жүрген маманның айтуын бойынша сары майдың пайдасы өте көп. Тіпті оның күйдірілген, яғни ертілген түрі де пайдалы. Ата-бабамыз сары майды ертеден қолданған, оның құрамында өте көп дәрумендерге бай. Сары майдың адамның зейінін жақсартып, шаш, терінің саулығын сақтайды. Сондай-ақ сары майдың құрамында қаныққан майлар мен токоферолдар, каротин және Д дәрумендер бар. Токоферол ағзаны түрлі радикалдардан қорғайтын антиоксидант, қартаю процесін баяулатқыш элемент, ал қанның майлары ағзадағы гормондарының синтезіне тікелей қатысады. Бұндай майларды тағам мәзінен бірден алып тастау ағзаға қауіпті. Д дәрумені ағзаға кальцийдің сіңірілуін қамтамасыз етеді. Сары майдың құрамында холестерині бары рас, бірақ холестерин шошитын зат емес. Ол белгілі бір мөлшерде ағзаға өте қажет. Холестерин жасуша мембраналарының сіңіру қасиетін қалыпты ұстайды, гормондардың синтезіне қатысады. Дәрігерлердің айтуынша, сары май өте құнарлы, бірақ оның ағзаға сіңуі өте оңай әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ол ағзаға суынықтар мен клетчатка бірге түсер болса, пайдасы өте мол. Көкөніс ас көкөніктермен араласатын тұтынуға болады.
Сары май кімдерге зиян? Дәрігерлердің айтуынша сары майды жүрек қан тамыры ауруы бар, қан құрамында холестерин көрсеткіші жоғары және өт жолы аурулары асқынып тұрған науқастарға өте аз тұтыну керек. Май мөлшерін артық болса, өте денсаулыққа қауіпті. Сапалы сары майды қалай таңдаймыз? Дәрігердің айтуынша, дүкендегі сары майды алар кезде қаптамасын мұқият қарау керек. Егер құрамы деген тұста клейгей деп тұрса, майдың таза екенін көрсетеді. Ал қасында басқа эмульгаторлар жазылса, ол маргарин, ал қаптамасада спирт деп жазу болса, оның құрамы таза емес деген сөз. Таза сары майдың майлық көрсеткіші 75-5, 82-5% аралығында болады. Одан төмен көрсеткіш тұрса, оның құрамында өсімдік және жануарлар майы араласқан көрсетеді. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағандарыңызға рахмет.